Kaspi Pay қосымшасында сертификат беретін науқанды қалай іске қосады? Сертификаттар бұл сервис. Оның көмегімен серіктестер клиенттерді тарту және өз дүкендеріндегі сатылымды арттыру үшін Kaspi KZ-тің пайдаланушыларына 20 000 теңгеге дейінгі соммада сыйлық сертификатын жібере алады. Сертификаттың құны тауарыңызды сатып алған кезде комиссиямен бірге шегеріледі. Науқанды компанияның басшысы, сондай-ақ басқарушы немесе маркетинг менеджері рөліндегі қызметкер іске қоса алады. Ол үшін Kaspi Pay мобильді қосымшасында маркетинг сервисіне өтіңіз. Сертификаттар деп таңдаңыз. Науқан жасау дегенді басыңыз. Енді оны баптаңыз. Қажетті науқанды тезірек табуға көмектесетін атауын енгізіңіз. Содан кейін науқан басталған күнмен аяқталатын күнді белгілеңіз. Науқан өтетін ең қысқа уақыт 3 күн, ең ұзақ мерзім 10 күн. Мақсатты таңдаңыз. Санатыңыздағы тауарларға қызығушылық танытатын жаңа клиенттерді тарту. Немесе соңғы жылы дүкеніңізден Kaspi QR-мен сатып алған қазіргі клиенттерді ұстап қалу. Аудиторияны баптаңыз. Қаланы, алушылардың жасы мен жынысын көрсетіңіз. Баптау ескерілгенде пайдаланушылардың саны экранда көрсетіледі. Сертификаттың номиналын енгізіңіз. 2000 теңгеден 20 000 теңгеге дейін. Сертификатты пайдалану үшін клиент жұмсауға тиіс ең аз соманы белгілеңіз. Сатып алушы неғұрлым қосымша аз төлесе, оған ұсыныс соғұрлым тартымды болады. Қанша клиент сертификат алу керек екенін көрсетіңіз. Ұсынылған нұсқаның ішінен дизайнын таңдап, науқан жасау деп басыңыз. Дайын. Науқан белгіленген күні автоматты түрде іске қосылады. Оның күйі мен нәтижесін жарнама кабинетінде бақылай аласыз. Ол үшін қажетті компанияға өтіңіз. Сертификаттар клиенттерге Kaspi KZ қосымшасына келеді. Осылайша Kaspi Pay қосымшасында сертификат беретін науқанды жеңіл әрі оңай іске қосуға болады.